Бірінші тапсырма. Look, read and put a tick or a cross. Қараңыз, оқыңыз және галочка немесе X белгісін қойыңыз дейді. Бұл жерде сөйлемдердің мағынасы суретпен сай келе ме жоқ па соған байланысты қоюымыз керек екен. Мысалға, this is a candle. Бұл шам. Суретте шам берілген ба? Иә, сондықтан галочка қоямыз. Екіншісі, this is a lamp. Бұл лампа. Дұрыс емес, суретте өйткені фонарь берілген. This is a torch. Сондықтан X белгісін қоямыз. Үшіншісі, this is the sun. Бұл күн. Суретте ай берілген, сондықтан X белгісін қоямыз. This is the moon. Төртіншісі, this is a star. Бұл жұлдыз, сондықтан галочка қоямыз. These are traffic lights. Бұл бағдар шам. Суретте бағдар шам берілген, сондықтан бұғанда галочка қоямыз. Екінші тапсырма. What can you see during the day? What can you see at night? Choose and draw. Негізінде бұл жерде күндізгі уақыт жарық көзі ретінде қайсысын қолданатынымызды және түнгі уақытта жарық көзі ретінде қай бірін қолданатынымыз туралы сұралып тұр екен. During the day, күндізгі уақытта the sun, күн, traffic lights, бағдар шам, at night, түнде, a star, жұлдыз, a candle, шам, the moon, ай, torch, фонарь, және де traffic lights, бағдар шам екеуіне де кіреді.